Қаншама ұлт пен ұлыстың ұйған ортасына айналған білім ордасында әр елдің мәдениеті мен өнері, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері жаңғырып келеді. Қырғыз халқының төл мерекесіне айналған бұл дүбірлі той Аққалпақ деп аталады. Кирип келаткан жаз майрамыңыздар құтты болсын. 5 март Аққалпақ күнүңүздөр да күнүбүз баарыбызга құтты болсын. Мына көптөн күткөн майрамыбызда келип, биз Кожо Ахмет Есеби атындагы Қазақ-Түрк ел аралык университетиндеги студенттер Қалпақ күнүн белгилеп жатабыз. Бул күндү көптөн бери күтүп жүрөбүз. 1 айдан аштам убакыт даярдандык. Бардыгы көңүлдүү, эң жогорку деңгээлде өттү. 700 жылдан астам тарихы бар мәдени мұраның қазірде мереке аталуы салт сананың көркемдігін көрсетеді. Оқу ордамыздағы Қырғыз жастар бірлестігінің ұйымдастыруымен мерекелік концерт қойылып, қонақтарға арнайы аққалпақ таратылды. Қырғыз бауырлар, сендердің Аққалпақ іс-шарасын ұйымдастырғандарың үшін чоң рахмет. Түркі дүниесінің тағы бір жауһарлары танытылған бұл шара жылда дәстүрлі түрде өтіледі. Бұл жылда жалғасын тауып, Түркі астанасында тойланып отыр. Мына қазақ елі мен қырғыз еліне бүгінгі мына Қалпақ күні құтты болсын деймін. Және кеше 1 наурыз біздің барлық Назарбаевымыздың, елбасы Назарбаевымыздың жаңағы осындай алғыс айту күні осы қазақ еліне, қырғыз еліне, осы қырғыздардың атынан 1000 алғыс деп айтамын сіздерге. Осы барлық елге, барлық ұлттарға осындай ынтымағымыз, берекеміз жарасқан күнде көк тудың астында желбіреп жүре берейік. Және мынау Аққалпақ күні біздің мына қырғыздарда осындай күн бар. Осы Аққалпақ күні мынау жастарымыз, студенттеріміз осындай іс-шараны жақсы өткізіп жатыр екен. Мен бұл жаңа студенттерге ырзамын. Келешекте осы шәкірттеріміз өте кереметтей бір ұстаздар, осы өнегелі ынтымақты береке қырғыз қазақ бір туған деп жатады ғой. Сол ынтымағымыз, берекеміз әр уақытта жақсы өмір сүрсін деп ойлаймын. Үміт Тұрсынхан, Бағдәулет Қанатұлы, арнайы IOTV үшін.